Кайырлы күн достар. Бүгін сіздермен каттама нанның екі әдіспен дайындалу жолын көрсететін боламын. Бірін табаға пісірсек, бірін пешке пісіретін боламыз. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып алып, оның үстіне тұзымызды салып, және сары майымызды ертіп қосып аламыз. Жақсылап араластырып, барлығын тұзымыз ерігенше. Сұйық массамызға ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Барлық керекті заттарды описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Қамырымызды жұмсақ қылып илеп болғаннан соң, бетін жауып, 30 минутқа қойып қоятын боламыз. 30 минуттан соң екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Біреуінен табаға пісірсек, ал жартысын пешке пісіретін боламыз. Мен өзім алғаш рет дайындап тұрмын. Үйдегілерге өте қатты ұнады достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен табаға пісіретін түрін дайындаймыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп, ұзыннан жайып алатын боламыз оқтаудың көмегімен. Қамырымызды жайып алғаннан соң, үстіне сары майымызды құйып, барлық жеріне жеткенше жағып шығатын боламыз. Дайын болған қамырымызды 3 сантиметрдей етіп, барлығын бірдей көлемде кесіп алатын боламыз видеодағыдай. Мен 3 орамнан ораған болатынмын, табам кішкентай болғандықтан. Сіздер өз табаларыңызға қарай 3 орам, 4 орам, немесе одан да кішкентай болса 2 орам қылсаңыздар да болады. Барлығын орап болғаннан соң, бір-бірден алып, видеодағыдай оқтаудың көмегімен формасын келтіріп алатын боламыз қаттамамыздың. Алдын ала табамызға шамалы ғана май құйып, қыздырып алатын боламыз. Және қаттамамызды үстіне салып, екі жақ бетін пісіріп алатын боламыз. Үстіңгі бетіне де сары майымыздан жағып шығатын боламыз аударар кезде. Мінекей достар, қызарып, бір жақ бетті дайын болды. Өте жеңіл алынады табамыздан. Осымен біздің табада дайындаған қаттама нандарымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады достар, дәміне сөз жоқ. Сіздер де дайындап көріңіздер. Енді достар, бағана алып қалған екінші қамырымызды пеште дайындап алатын боламыз. Пеште дайындалатын қаттама нандар, ол да өте дәмді болып шығады. Маған ұнағаны осы пештегі қаттама болып келеді. Өте қытырлақ болып, керемет болып шығады достар. Оны да оқтаудың көмегімен ұзыннан жұқа қылып жайып алатын боламыз қамырымызды.
Және де сары майымызды барлық жеріне жететіндей қылып жағып шығамыз. Басындағы қаттамадағыдай емес, бұны лайфхак деп біліңіздер. Оқтауға орап алып, осылай кескен ыңғайлырақ болады және тез дайындалады. Видео барысында барлығы жақсы түсіндірілген, қарап көріңіздер. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөлетін боламыз. Және де видеодағыдай орап шығамыз. Достар, сіздерге менің видеом ұнаған болса, маған лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды, достар. Осымен қаттама қамырымыз дайын болды. Оны бірден пергамент қағазымыздың үстіне қойып, оқтаудың көмегімен формасын келтіріп алатын боламыз. Және де достар, үстіне сары май жағып жіберуді ұмытпаңыздар. Видео барысында көрсетілмей қалған екен. 180 градуста 20-25 минуттың шамасында пісіп шығады. Осымен біздің пеште дайындалған қаттама нанымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Түсі де қанық болып, қып-қызыл болып пісіп шықты. Ас болсын баршаңызға. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін. Келесі видеода жолыққанша.